Сен қазақсың, қайыспайтын, не көрсе де майыспайтын, майталман ұлттың ұлысың. Бір меңіне бір елді тарту етер ең сұлу арусың. Шығыстың 40 шайыры өлең еткен өлеңді елдің қызысың. Мынау заман ығыстырмасын біздерді. Қазақ деген еркін адам атанған. Қазір біздің ғасыр еркіндіктің ғасыры. Қанатыңды кеңге жай, үйрен, өсіп өнейік. Көп дауысты дарын болуға кім кедергі? Қытайың да, ағылшының да, орысың да қанжығаңа байланар басың бар. Әл-Фарабидей 72 тіл білетін, тіпті берік атаң Әлихан Бөкейханов, Сәкендердей бірнеше тілді ғылыми деңгейде білуге міндеттіміз. Міндеттісің. Жігіттер, қарындастар, жалт-жұлт еткен ертеңі жоқ арзанға алданбайық. Сенің жасың нешеде? Қазір неше жастасың? Кешеше бал едің ғой. Ертең бәрін бүгін істемегеніміз үшін өкінетін боламыз. Сен де, мен де, бәріміз бақытты болуға лайықпыз. Күн сайын жаңа нәрсеге үйренейік, дамыйық, елге шынымен пайдамыз тисін. Сен ең сұлу, ең сымбаттысың. Шын ғой, рас айтып отырмын. Сен өз анаңды көріксіз, әкеңді бөріксіз деп айта аласың ба? Кім өз әке-шешесін бәрінен биік көрмейді? Ендеше біліп қой, сен де биіксің. Сен сымбаттысың, көріктісің, ерсің, бөріктісің. Аяққа таптамай аспанға ат бөркіңді бауырым. Сен неге жалқаусың? Неге жалқаусың? Тұр, қағаз қаламыңды, алда арманыңды жаз. Кіріс. Тез, дәл қазір кіріс. Қайтып осы минуттар, секундтар қайтып келмейді. Жалқау болуға қандай құқың бар сенің? Айтшы. Сені атанаң қандай еңбекпен түн ұйқысын 4 бөліп асырап бақты, көштен қалдырмады, тіпті елден ерегетіп өсірді. Есіңе алшы, сенің атанаң қалай еңбек етті? Әкеңше, ол кездері осындай, сенікіндей мүмкіндіктер болды ма? Болған жоқ. Бірақ олар жасады. Жамбастары түн жарымында бірақ жер иіскейтін. Ал сен не бітіріп жатсың? Тұр да, кіріс. Артыңа қараш. Не істедің? Негізі одан да көп мүмкіндіктер болды ғой. Ертең қағы осылай өкінесің. Сондықтан өз күшіңді оят. Оны айдан алмайсың. Ол сенің ішіңде. Мен саған, мен емес, бабаң саған сенген. Елдің ертеңін бәріміз бірге жасайық.